Zangdan tük haberin yok. Sen özü mamadan kim? Men zanggermin. Yok, zangger yürüyüşsün be, kay жерде бітірдің? Men Pavlодарда bitirdim. Pavlодарда кайсы оқыды орында? Pavlodar мемлекеттік университеті. Қандай мамандық бойынша? Заңгер мамандығы. Заңгер мамандығы. Құқықтанушы. Құқықтанушы. Иә. Сен өзі дұрыс оқыдың ба? Әрине. Шүкір оқыдың ба? Жоқ, сатып алдың ба? Жоқ, сатып алған жоқпын, оқыдым. Іште Мен оқыдым. сенбеймін, сен дипломды сатып алған адамсың. Енді оға ағасы. Сен заңды білмей тұрсың. Заң бойынша бірлестік, тіркелген тіркелмеген бірлестік болады. Солай ғой? Иә. Ал бірлестік құрылу үшін не өтуі керек? Бірлестік құрылу үшін не өтуі керек? Сіздер бірінші тіркелуде өтуі керексіздер ғой. Бірден қайдан тіркейсің? Құрне барып тіркелесің бе юстицияға? Тіркелу үшін қандай құжаттар керек, қандай іс-әрекеттер жасалуы керек? Енді оны өздеріңіз білесіздер ғой, тіркелу. Жоқ, сен заңгер ретінде сен білуің Сіз керек. тіркелмедіңіз ғой, ең бастысы Ай, сол ғой. тіркелу үшін не істеу керек? Оны о жағын өзіңіз білесіз. Жоқ, мен өзім емес, заң не біледі? Заң бойынша қандай талаптар қойылады? Юстицияда әділет министрлігіне тіркелу үшін. Тіркелу үшін не істейді? Соны түсіндіре қойшы маған. Аға, келіспейсіз ғой, иә? Жоқ, сен түсіндір. Мен оны өзіңіз Сен сол үшін келіп отырсың. Түсіндірем. Сен түсіндіре алмай тұрсың, өйткені сен заңды білмейсің. Бәлкім сен дипломды сатып алғансың. Енді ол сіздің ойыңыз аға. Погонды, ешкімді сатып алатындарын білеміз. Сен сондайдың біреуі шығарсың. Егер сен заңды білсең, ол менің ойым емес, заңның талабы. Егер сен заңды білсең, мынандай хаттама жазбайсың. Және маған мынандай деп талап қоймайсың. Түсіндің ба? Түсінікті. Тіркелу үшін не істеу керек айтшы ал. Бірлестік, партия құрсын. Қалай өзі? Тәртібін айтшы. Қайсы тіркелген, қайсы тіркелмеген? Мен айтып отырмын ғой, сіз өзіңіз ұйымдастырар алдында бірінші тіркеуден өту керексіз. Одан кейін барып жасау керек. Айналайын, сен ана алған дипломыңды оқыған жеріне қайтарып бер. Жарайды. Сөйткен мына мундиріңді берген жеріне қайтарып. Жақсы. Түсіндің ба? Түсіндім. Мен сен масқараны шығарамын. Сотқа бер, сотта сөйлесеміз. Жақсы? Келіспейсіз ғой, иә? Келіспеймін. Өйткені сенің мынау қойып отырған талабың заңсыз. Мен заң нәрсеге келісемін. Заңсыз нәрсеге не деп келісемін? Мүлдем заңсыз. Айналайындар ау, тым болмаса погон таққаннан кейін, халықтың берген ақшасына нан жеп отырғаннан кейін, сол заңды үйренбейсіңдер ме, оқымайсыңдар ма? Зейнет жасында жүрген мен заңды оқимын, заңға қараймын. Сол жиналыста мен сөзімді көрдің бе? Бүткіл Қазақстанға таралып жатыр. Тиктоктен басқа мен. Ал сондағы талаптарымыз заңсыз ба? Орынсыз ба? Айтшы. Мына сотқа беріңдер. Сотта сөңгейін, төрелігін сот айтсын. Қазір бұлар не маған штраф жазып әкеп тұр ма? Төлеу керек пе? Қайжан сияқты. Жоқ, сіздерге қазір беремін ғой мен. Неге? Сіздерге де көпшілік Сөңген қазір. Сіз енді екеуіңіз тұрсыздар ғой, жұбайыңызбен тұрсыз. Жоқ, сұрақ саған. Маған да Мені Жоқ, сізге жоқ, мен сізге мен үйде екенімді қайдан білдіңдер? Өткенде қаланың ішінде көшеден ұстадыңдар. Солай ғой. Қайдан білдіңдер? Сізге қоңырау шалдық қой. Демек сендер бізді аңдып жүрсің. Жоқ, сізге қоңырау шалдық. Бұларың өзі заңсыздық, аңду адамның артынан. Слежка жасау. Прокуратураның ешқандай несінсіз, санкциясынсыз. Ол заңсыздық. Менің інімді сөйтіп аңдыған, погон таққан оңбағандар. Сөйтіп ұрлаған адамдарға қолына табыс еткен. Олар апарып қару жұмсап өмірін қиды. Заңсыз әрекет қайда апарып соғады? Сендердің мына әрекеттерінде заңсыз. Аңдып жүрсіңдер. Техникалық мүмкіндік бар аңдуға. А сендер мені аңдығанша ана қаптап келген Қытайды аңдыңдар. Солардың уақыты біткенін шығарып жіберіңдер. Сендердің жұмыстарың сол, сонда сендерге рахмет айтамыз. Аға, онда хаттамамен келіспейтін болсаңыз, онда сізге айыппұл ретінде салынады. Өзіңіз сот арқылы шағымды жазып. Мен сенің оныңа нетпеймін, бірден сен сотқа кел. Мына толтырған нәрселерің өзі заңсыз. Мен алып қаламын нәрсені. Біреуін береміз сізге. Bir данасын береміз сізге. Бересіңіз. Жоқ, сен өзіңде бір данасы бар. Аға, андағын әкеңіз. Неге? Анда мен сізге берем деп отырмын ғой данасын. Қолдан тола алмасаңыз. Сізге толтырып бәрін берем деп отырмын ғой, бір данасын.
Екі дана бірден дайындап алып келу керек пакет қой. документов. Мынаны Е? қанша бар құжат, сонша тізім бойынша түгел құжатты бізге беріңіз. Бастан аяғына дейін барлық данасын, барлық материалдарын. Бізде әрекеттерің бәрі заңсыз, заңды білмейсіңдер, заңды сыйламайсыңдар. Тапсырма берсе, сол тапсырманы орындайсыңдар. Оның заңды екеніне тағы қарамайсыңдар. Номерін енді жазып жатырсыз ба? Электронный сізге мен бір данасын бермеймін енді. Сіздер айтып отырсыздар, келіспеймін деп отырсыздар. Жоқ, түсінбедім. Сіз жазбаша хаттаманы бәрін дайындап толтырып әкелдіңіз. Иә. Енді номерін қазір салып жатырсыз. Хаттаманы енді ағаның көзінше салдым ғой. Электронный салынып отырған. Бәрінен бас тартып отыр ғой бұл кісі. Ештеңке Иә, бастап. Жоқ, мыналарың заңсыз, сондықтан мен бас тартып отырмын. Заңды болса мен бас тартпас едім. Қол қоятын нәрсе, қол қойып, келісетінге келісем деп, келіспейтін келіспеймін деп жазып беріп едім. Нешінші бап, не, қалай? Не? Жазылып тұрған арада 489 бап, 9. Жақсы айналайындар, сендер Жақсы. сотқа беріңдер. Жақсы. Жақсы? Иә. Содан сотқа келіңдер. Ау? Штрафы қанша? 50 мәрте. Сотқа Келіскен жағдайда. сотқа Келіспеген жағдайда сотқа Қол келіңдер. Сотқа келіңдер. Жақсы айтамыз. Сотта сөнген дәлелдеңдер. Мынау заңды ма, заңсыз ба? Ал мен сендердің жасап отырған әрекеттеріңнің хаттамаларың заңсыз екендігін дәлелдеп беремін. Әкімшілік хаттаманы сізге, Рысбек аға, сізге бір данасын бердік. Енді келіскен келіспеген жағдайын өзіңіз шағым ретінде Мынау қойыңыз. мен мынау. Ол осы Біз сіз барлық бойынша ғой. материалдармен Сіз бойынша толық бер маған. Оны сізге түсіріп ала аласыз ба? Түсіріп аламыз. телефондарыңыз бар. Телефондарыңыз бар? Түсіріп алыңыздар.